Мен техникумда 4 жыл оқып, мал дәрігер болып ауылға келдім. Келе көрші совхоздың үлкен бір асыл тұқымды қой өсіретін фермасына жұмысқа орналастым. Астымда жаңа мотоциклім бар, өзім жас жігітпін. Ферма басшылары күндіз-түні жұмсайды, ерінбеймін, ешқайсысына жоқ демеймін. Өз үйіммен, яғни тұрған ауылымнан жұмыс орныма жарты сағатта жетем. Әдепкі 4 ай ішінде өте білікті, тәжірибелі, бұрыннан ферманың мал дәрігер болып қызмет ететін Хакім деген кісінің қарамағында жұмыс істеп, көп нәрсені үйрендім. Ол өзі мінезі ауыр, салмақты, өте ақылды кісі еді. 4 айдан кейін Хакім аға ферманы маған толық өткізіп, жанымыздағы орталық емдеу пунктіне бас мал дәрігер болып ауысты. Оқтын барып, білмей жатқан нәрселерімді сұрап, үйренуді жалғастыра бердім. Үйленбеген бойдақпын. Үйде апам және 2 інім мен қарындасым бар. Апам бөлімшенің дала қостарынан нан жабады. Іні қарындастарым мектепте оқиды. Үйдегі 3-4 сиыр мен 20 шақты қойға солар қарайды. Апам соңғы кездері үйленсең болар еді балам, қазан ошақтан шаршадым деп қыңқылдап жүр. Мен мұндайда көрерміз деп қашқақтаймын. Көбінесе үнсіз тыңдаймын да, кейде мұңға батып ойланып қалам. Әлі Гүлбарды ұмыта алмай жүрсің бе, дейдім мұндайда апам күрсініп. Мен де күрсінем. Кішкентайымнан бірге ойнап өскен, мектепте бірге оқыған, есімді білгелі көрші тұратын ең алғашқы махаббатым, жан тәніммен жақсы көрген қыздың есімі Гүлбар болады. Ол керемет сұлу еді, орта бойлы, талдырмаш, ақ құба реңді, оймақ ауыз, күлім көз, бір бұрым етіп өріп жүретін, қою қара шашы балтырына түсетін. Мен оқудан каникулға оралғанда үйге жүгіріп келетін. Ағасы Ақан үшеуміз асыр салып ойнап өскенбіз. Кейде өзі, кейде ағасы екеуі келіп, үйде гу-гу әңгіме, ойын күлкі ұйымдастырып, оған құрбы-құрдастарым жиылып келіп, оқуға кеткенімше күнде отырыс өтуші еді. Гүлбар апама көмектеседі, тамақ дайындайды, үй сыпырады. Мен оқуда болған кездерімде де Гүлбар біздің үйге көмектесіп жүреді. Аурушыл әкеммен әңгімелеседі. Ол кісіге дастандар, қызық хикаялар оқып береді екен. Әкем де анам да оны тәуір көретін. 2-ші курсты бітіріп 3-ші курсқа өткен кезімде әкем өмірден өтті. Одан жарты жыл өтер өтпесте 2-ақ күн ауырып, Гүлбар да о дүниелік болып кете барды. Әкемнің қазасын ұмыта алмай жүрген маған Гүлбардың дүниеден өткені өте ауыр тиді. Ақыл есім әлі толық тоқтай қоймаған, жастықтың өтпелі кезеңінде жүрген менің мінезім күрт өзгерді. Ұзақ уақыт үндемей жүре беретінмін, көп сөйлемеймін. Сабағымды және әдеби кітаптар оқимын, тек асханаға барып келгенім болмаса жатақханадан шықпаймын. Гүлбар кеткен соң демалыста ауылға келгендегі ермегім домбыра, дария бойына барып аңшылықпен айналысу еді. Көбінесе құрдастарымнан оқшаулана беретінмін. Гүлбардай қыз енді маған кездесер дейсің бе деп ойланатынмын. Апам менің жағдайымды жақсы түсінді, дегенмен кейінгі кездері қарағым ақылға кел. Пәленше түгеншенің қыздары бой жетіп отыр, соларды көр. Біреуіне құда түсейік, тірі адам тіршілігін жасау керек шырағым. Бас екеу болмай, мал екеу болмай деген сөз бар. Гүлбар енді қайтып келмейді. Тәңірім оған сондай қысқа өмір берген деген. Мен ол кісінің көңілін қалдырғым келмей, мақұл апа, дұрыс қой, айтқаныңыз түсіндім деймін де қоям. Бірақ басқа ешқандай қыздарға зауқым жоқ. Бар ынта ықыласым жұмысыма ауып жүре берем. Бас аяғы 1 жыл көлемінде жақсы маман ретінде таныла бастадым. Ферма меңгерушісі көбіне жауапты тапсырмаларды орындауға мені жұмсайтын. Бір күні таңертеңгілік тапсырма беріп отырып, меңгеруші маған: Данияр, сен зоотехник екеуің көрші ферманың бізге өтетін 2 отар қойын бүгін барып қабылдап алып, актісін толтырып, қол қойдырып келдіңдер. Ауру сырқау малдарын алмаңдар, Хакімнің емдеу пунктіне өткізеді, деді. Зоотехник ересек момын кісі болатын. Ертеңіне зоотехник екеуміз 30 шақырымдай жердегі қабылдап алатын отарларға жүріп кеттік. Астымызда бір мотоцикл сусылдап келеді. 2-2-ден киіз үй тігіп, жайылымда отырған отарларға тез ақ жетіп келдік. 2 қора ортасындағы моторлы құдықтан су ішіп шығып келе жатқан 2 отар қой үйлеріне жақындап қалған екен.
шопандары басында жүр. Біз шеттегі тігулі тұрған киіз үйдің жанына келіп тоқтадық. Үй ішінде бір әйелдің кейде тістене сөйлеп, кейде бажылдап біреуге ұрсып жатқанын естілді. 4-ақ кластық білімі бар, бір көзі соқыр, сен кімге керексің? Барасың соған, дейді әлгі әйел. Бармаймын, өлтірсеңдер де бармаймын. 40-тан асып кеткен, қатыны өлген кісіге әлі 18-ге толмаған маған қалай бар дейсіңдер? Дейді жап-жас қыздың дауысы. Одан басқа сені кім алады? Алмаса ешкім алмай ақ қойсын. Осы ағамның үйінде ақ жүре берем. Жүріп бопсың, жүргізбеймін. Жүргізбесең қаңғырып өлемін. Бірақ жаңағы айтқаныңа бармаймын. Барасың дедім бе, барасың. Ойбай, күйік, сен ақ күйдіріп біттің ғой. Қаршадайыңнан әке-шешеңді жалмадың, енді бізге сор болмақпысың. Мә саған, деген ересек әйелдің дауысына қосыла, сарт еткен таяқтың дауысы, ойбай деп баж еткен артынша сыңшып жылаған қыз дауысы естілді. Таяқ тағы да сарт етті. Зоотехниктің құлағы ауырлау етті. Не болып жатыр дегендей маған аң-таң болып қарап тұр. Мен одан әріге шыдай алмай, зоотехникке маған ілесіңіз деп ымдадым да үйге жүгіріп кірдім. Ассалаумағалейкум, дедім дауысымды жорта қатты шығарып. Әкенелеу қара шомбал әйел қолындағы оқтауды кезекті соққы беруге жоғары көтере беріп сәлемдескен маған жалт қарады. Жерде бүк түсіп екі қолымен басын қорғап бір уыс болып бүрісіп жатқан қыз да басын сәл көтеріп мен жаққа қарады. Ол өте реңдеді. Қара шашы белінен асып жерде шұбылып жатыр. Ақ құба келбетіне қиылған қара қасына қара шашы үйлесіп жарасып тұр. Бірақ сол көзінің артқы жағынан орта тұсына қарашығына дейін тұтастай шорланып көгілдір тартқан шелді байқап қалдым. Мені көріп қойдау дегендей кеудесін көтере берген қыз сол қолымен көзін жаба қойып теріс қарап бұрыла бергенде оқтау дәл басына сарт етіп байғұс етпетіне құлады. Бірақ тістеніп дыбыс шығарған жоқ. Мен әйелдің қолындағы оқтауды жұлып алып төр жаққа лақтырып жібердім де әйелге оқты көзіммен ата қарадым. Түсім бұзылып кеткен болу керек, әйел шыдай алмай жүзін тайдырып әкетті. Не болды сізге? Дедім зілді дауыспен. Негізі сұсым суық, ашуланған кезімде түсімнен қандай адам болмасын сескеніп, сөзімнен жаңылып, сасқалақтап қалады. Ештеңе емес. Әншейін мына қызбен бір нәрсеге келісе алмай, бұл сайқалды алған бетінен қойытпай, деп сасқалақтаған әйел түсіп кеткен орамалын қайта тартып жөндегенсіп жатыр. Әшейіннен әшейін таяқтай бересіз бе? Одан кейін жап-жас қызға былапыт сөз айтуға ұялмайсыз ба? Сен өзі кімсің, шырағым? Біздің шаруамызға неге араласасың? Мен 3-ші ферманың веттехнигі Даниярмын. Ой-бой, әлгі Тәуіп атаның баласы екенсің ғой. Кешір айналайын, танымап. Жоғары шығыңдар. Әйтеуір, ауыр сөз айту көрме. Сені де әкесіне тартып дуалы ауыз бопты деп жүр ғой жұртшылық. Деп әйел лыпылдап төрге көрпеше салып әлек болды да қалды. Негізі наным, сенім, ырымды қатты ұстанатын даланың адамдары ғой. Бір жағы әкемді жақсы таныса керек, бәлкім емделіп жазылған да шығар. Жақсы әкенің даңқы бос белбеу баланы 10 жыл асырайды деген мақал есіме түсті сол кезде. Таяқ жеген қыз бүк түсіп теріс қарап жатып қалды. Жаңағы әйел зыр жүгіріп дастархан жайып, зоотехник екеумізге шай бермекші болып жүр, қимылдай жүріп. Бұл біздің үйдегі ағаңның інісінің қызы еді. Аты Гүлжамал. Әке-шешесі ертерек машина апатынан қайтыс болып кетті. Бұл қыздан үлкен бір ұл бар, ол әскерде қазір. Өткен жолы кеткен. Кішкентай кезінде қызылша шығып, соның әсері болу керек, бір көзін шел басып шорланып қалды. Үшкірттік, түкірттік, тәуіптерге апардық, ештеңе болмады. 4-ші класстан кейін балалар соқыр деп мазақтай береді деп оқымай қойды. 13-те отау иесі дегендей, өзі 18-ге келіп қалды. Менің бір ағайын ағам әйелі өліп еді, шиттей өлмелі сүйелмелі 6 бала қалды. Соларға ана болып тәрбиеле, жаңағы кісіге қосыл, бір көзі оқырайған сені сондай адам болмаса, қатар құрбыларың алушы ме еді десем көнбейді. Неше күн болды жай сөзге көнбеген соң, жаңа әлгінде ашуланып оқтаумен бір-екі тартып қалғаным ғой. Дәрігерлерге көрсетпейсіздер ме? Ой-бой айналайын, доктор қайнама облысқа дейін апарды осы үйдегі ағаң. Болмайды, көп жыл өтіп кеткен депті. Осы кезде қыз солқылдап жылап жіберді. Ол булығып жылаудан гөрі
көкіректегі шерді, әке-шешенің аял алақанын аңсау, сондай бақыттан құр қалғанына, өмірінің өксікпен өтіп жатқанына өкіну сияқты бір сыр аңғарылғандай еді. Ай тағдыр-ай, сәл қаталдау болған екенсің ғой бұл қызға. Құдай тағала артын жақсы ете көр, әрбір пендеңді өзің есіркей көр, дедім ішімнен. Қызды қинап қосу дұрыс емес қой. Оның орнына өзіңізді қойып көріңізші. Ағам 41-ге енді толады, несі бар? Осы үйдегі ағаң менен 14 жас үлкен. Еркек кәрілік етуші ме еді? Жап жақсы жер жағдайың болады десем түсінбейді. Еркегіміз 14 жас үлкен болса да 7 ұл қыз туып отырмыз ғой, шүкір. Дегенмен де өз қатарын ең болмаса соған шамалас біреуді жақсы көріп, ұнатуына құқығы бар ғой жеңеше. Өзінің жағдайы мәз болмай жүргенде сіздің бұл зорлығыңыз артық қой. Айналайын қайным-ау, қу көзінің кемтарлығы ғой, әйтпесе рең басында мін жоқ сорын құрғырдың. Деп жаңа ғана қақарына төгіп қызды сабаған әйел көзіне жас алып мүсіркеп отыр. Негізі әйел затының табиғатын түсіну қиынау деймін, іштей қою шайды ұрттай отыр. Сәлден соң аға шопан Шәкен келіп, отарды санап, актісін жазып түгелдеп қабылдап алдық. Екінші отарды да сөйттік. Жеңгей жүгіріп жүріп, жеңілдеу тамақ істеп қойыпты. Тамақ кезінде қыз түрегеліп қызмет етіп жүрді. Көзіне қара жіңішке, енсіз көзілдірік киіп алыпты. Кемтарлығы мүлде байқалмайды. Аққұба реңіне қара көзілдірік әдемі жарасып тұрды. Қыздың бетінің көгергенін байқап қалған ағасы әйеліне ала көзімен қарап, басқаларға байқатпай жұдырығын түйіп қойды. Мен мұны қалт жібермей байқап отырмын. Тамақ ішіп болып тарадық. Соңына таман үйден шығып бара жатқан мені шопан кісі жеңімнен тартты. Сәл кідірш, деді ол жай сөйлеп. Мен басымды изеп, мақұлдадым да мотоциклін от алдырып тұрған зоотехникке жүре беріңіз деп белгі бердім. Үйге қайта кіріп төрге отырдым. Дастархан басында шопан кісі мен әйелі және Гүлжамал төртеуміз ғанамыз. Данияр қарағым, деді шопан кісі. Әкеңді жақсы білетін еді. Талай жақсылығын көріп едік, сол кісінің баласысың ғой, бізге бір билік айта кетті. Дуал ауыз аруақты кісіден туғансың. Мына жеңгең екеуміз неше күннен бері ырың-жырыңбыз. Мына Гүлжамал інімнің қызы еді. Содан қалған екі тұяқтың біреуі. Мен сөзін бөліп жібердім. Шәкен аға, мен түсіндім. Рахмет, жаста болсаң, бізге бір тоқтамайды деп отырсыз ғой. Бұл Гүлжамалдың жағдайының шет жағасын естідім. Деп сәл кідірдім. Қыз маған не айтар екен деп қара көзілдірігін қадап отыр. Егер көзілдірігін алса, мейірім шапағат нұрын көрер едім деп топшаладым ішімнен. Иә, деді Шәкен аға. Менің айтарым, қыз әлі жас, 20-дан асып ес тоқтатсын, ойлана келе бір шешімге келер өзі. Сол кезде ыңғайы келер жер болса көре жатарсыздар. Меніңше әзір жылатпаған жөн-ау. Біздің әке-шешеміз қыздың наласы жаман болады, қыздарды ренжітпеу керек деуші еді ылғи. Деп жеңгейге қарап едім, ол сасқалақтап шошып кеткенде қипақтап қалды. Бәрекелді шырағым, дұрыс шешім айтты. Рахмет саған. Деп Шәкен аға риза болып қалды. Ой-бой айналайын-ай, қателескен болсам, Құдай кешірсін мені, жаманшылыққа итермелегім келмейді ғой менің де, деп шыжбыңдады жеңгей. Дегенмен сөзінің артында бір қалтарыс бар екенін байқағандай еді. Қыздың маған шексіз риза екені бет әлпетінен ақ білініп тұр еді. Көзілдірігінің астынан бір-екі тамшы жас үзіліп түсті. Сол жас тамшылары тура менің жүрегіме түскендей әсер етті. Бойымда бір сиқырлы сезім билегендей, денем түршігіп діріл пайда болды. Шәкен аға, дедім сәлден соң есімді жиып. Мен үлкен тәуіптің баласы деп те айттыңыз ғой әңгімені. Гүлжамал қарсы болмаса, көзіндегі шелдің шамасын байқасам деп еді. Көзілдіріңді ала ғой, көрсін. Шіркін, қандай кісінің баласы бұл Данияр. Қызым, өте білгір адам еді ғой әкесі. Дүниеден өтіп кетті ғой, ол жарықтық, деп Шәкен терең күрсінді. Гүлжамал менің қасыма жақын отырды да көзілдірігін жайлап ала бастады. Әуелі сау көз жағын ашты. Шіркін, неткен көз мынау. Қап-қара тұңғиық.
Қандай мейірімділік! Мені құтқара көр дегендей жалыныштың да жалыны сезілгендей еді сол тұңғиықтан. Екінші көзіне көзім түскенде әттең дегендей өкініш ішімді тырнап өтті. Көздің қарашығына жете артқы жағын түгелдей ақ басып, шорланып бетін жұқа қабыршық сияқты шел қабаты басыпты. Қиын екен деуге аузым бармады. Олай десем қыздың қыршын өмірін қиып жіберетіндей сезіндім. Үшеуі де не айтар екен дегендей менің аузыма қарап қалыпты. Осы көзің көре ме? Дедім Гүлжамалға тіке қарап. Анық емес, тұманданып көреді. Көресің ғой әйтеуір. Иә. Сол қолыммен иегінің астынан ұстап, оң қолымның сұқ саусағымен қабағының үстінен жайлап басып көрдім, ауырсынбады. Осы сәтте бойымда бір электр тогы ұрып өткендей дір еткізді. Гүлжамалдың сау көзіне көзім түсті. Ол менен тек жақсы сөз айтса екен дегендей және мені жан тәнімен жақсы көретіндей бір ерекше нұрлы да жалынышты кейіппен қарап тұр еді. Шәкен аға, егер қиыншылық болмаса көзін үлкен бір орталыққа апарып көрсетіп, түскен ақтың шамасын, яғни биіктігін, көлемін анықтаса дұрыс болар еді. Жақсылап сөйлессе мүмкіндік бар сияқты, дедім, көзім жетпесе де қыздың көңілін қимай. Гүлжамалдың қуанғанынан жүзі алаулап, жаңа от алған жалындай жайнап кетті. Осы кездегі оның реңі тіпті көзіндегі кемістігін де білдірмей, тамаша, келбеттеніп тұрғандай еді. Аузыңа май, Данияр шырағым, айтқаның Алла тағаланың құлағына шалынсын. Мына мал сорттау біткен соң Ташкентке апарып тексертіп келермін, деді Шәкен. Ал әйелі жақтырмаған сияқтанып төмен қарады. Көзінің қиығымен маған тесіле қарап отырғанын байқадым. Мен қош айтысып мотоциклімді от алдырып жүріп кеттім. Апырай, осы жеңгей бір жұмысқа әрекетке бармаса болар еді. Көз қарасы көрермін сендерді дегендей жаман ғой. Бағанағы мәймен көлеуі әшейін емес пе екен, деп ойладым жолда келе жатып. Мал сорттау біткен соң 10 шақты күн өткенде Шәкенге жолығып, әнеугінгі әңгіме не болды десем, әзір жағдайым болмай тұр деп күмілжіді. Егер бір өзім десеңіз, мен бірге барайын десем, қазір қоя тұрайық, тағы біраз ойланайық дейді. Жеңгей Шәкеңді үгіттеп өз жағына бұрған екен ғой. Енді Гүлжамалдың жағдайы не болады? Олар қолданатын бір-ақ тәсіл бар. Олар қызды еріксіз алып қашады. Сөйтіп жаңағы ағасының қойнына бір күн салған соң қыз сол үйде қалды дей бер деп топшылады. Оған қалай кедергі жасауға болады? Ебін тауып қызға жолығу керек. Осы мен не деп отырмын? Ағайын емеспін, туысқан емеспін. Бала, сен біздің үйдің тірлігіне араласпай, жайыңа жүр десе не деймін? Араласуға қақым жоқ қой. Бірақ әнеугүні қыздың көз қарасын жасқа толы жәудіреген, қиыла қараған жанарын қалай қиып, бейтарап қалуға болады. Дұрыстап емдетсе жазылатын ақ сияқты. Енді бұл қызды өзінен 23 жас үлкен балалы шағалы кісіге еріксіз қосудан қалай құтқарып қалуға болады деген ойымен әртүрлі жоспар құра бастады. Қалайда құтқару керек, мейлі жақсы көрейін, жақсы көрмейін, таза адамгершілік тұрғысында жәрдем етіп, оны міндет етпеуім керек деген шешімге келдік. Қыз тәуір болып кетсе, өз жүрек қалауы білсін, жасаған жақсылығым Құдайдан қайтсын, деймін ішімнен. 3-4 күннен кейін совхоз орталығында Шәкен ағасымен жүрген Гүлжамалға жолығып қалдым. Амандасып, Шәкен ағамен әңгімелесіп тұрып, Гүлжамалға әңгіме бар дегендей белгі бердім. Ол маған көз алмай қарап тұрғанын бірден түсіндім. Bir кезде Шәкен тысқа шығып алайын деп, әудем жердегі әжетханаға кетті. Жағдайың қалай? Дедім Гүлжамалға. Жаман емес, сізге рахмет, апам бұрынғыдай емес, тіпті мүлайым сөйлейтін болды. Әңгімесінде бір астар жоқ па? Жұмысқа бір әрекет сезген жоқсың ба? Мысалы, сені алда барбап әйтпесе күштеп әнеугінгі ағасына қаштырып жіберуі мүмкін емес пе? Онысын байқамадым, деп Гүлжамал ойланып қалды. Шынында да кейінгі кездері апамның мінезі өзгерді, біртүрлі мысқыл кейіппен қарайтын сияқты. Байқа, әйтеуір мен қалайда саған көмектесуге бел будым. Бірақ ескертіп қояйын, ішкі есебім жоқ, тек адамгершілік тұрғысында. Ал сен Шәкеңнен қалайда Ташкентке барып тексертіп келуді күндіз түні өтіне бер. Осы айтқанымды орындасаңдар,
айтқандарыңды орындау мүмкін деп дәмелендіріп қой ағаңды. Ашық айтпа, астарлап айт. Жол білмеймін десе мені ертіп барсын, бірақ мейлінше сақ бол әйтеуір, дедім Гүлжамалға. Осы кезде Шәкен қасымызға таянып қалған еді. Қыз тек басын изеп үлгерді. Арада 5-6 күн өткенде Шәкен, Гүлжамал, мен үшеуміз Ташкентке жолға шықтық. Гүлжамалдың көзін Ташмейге көрсетті. Көз дәрігері әбден тексеріп көріп, анализдерін алып суретке түсіріп дегендей барлық керекті мәліметті жинап болып, қызды тысқа шығарып жіберді де, бала кезінде пайда болып әбден орнығып қалған, операция жасауға болады тек шетелде. Оған біздің әзірге шамамыз келер келмесіне көзім жетпейді, деді қағаздарды маған беріп тұрып. Шәкенге шыға тұрыңыз деп ымдадым да, әрекет жасап көрсеңіз қайтеді, біз де қажетті нәрсеге аянып қалмас едік, дедім жай сөйлеп. Тәуекел етсеңіз болмай ма? Оның нәтижесі жақсы болатынына толық сенімді емеспін, сондықтан тәуекел ете алмаймын. Айтқанымды түсініп тұрмын, әп-әдемі қыз екен. Мынандай жағдай жас қыз үшін аянышты әрине. Егер мүмкіндікке толық көзім жеткенде, еш нәрсенің қажеті жоқ, сауап үшін операция жасар едім, деді егде дәрігер кісі шын пейілмен. Бұдан ары асқанбас үшін 2 ай алатын укол және ішетін бір дәрі, тамызатын бір дәрі жазып берейін. 2 айдан кейін әкеліп бір көрсетіп кетіңдер. Ол кісі рецепт жазып қолыма берді. Тексерілген қағаздарды, суреттерді маған берді. Қалтама салып алдым. Сыртқа шыққан соң дәрігер жазған қағазды көрсетіп Шәкен ағаға: мына уколды үзбей 2 ай алуы керек екен, мына дәріні ішеді, ал мынаны тамызат. Бәрі біткен соң әкеліп және көрсетеміз. Операция жасауға болып қалуы мүмкін деді, деп өтірік қосып жіберді. Қыздың рухын көтеру үшін бір жағы 2 ай болса да апасының жымысқы жоспары іске аспайтын болды деген оймен айттым өтірікті. Сонымен 2 ай мерзім алған сияқтымыз. Білмеймін, апасы дәріні барған жерінде де алуына болады деп өз жоспарын жеделдетіп жіберуі де мүмкін. Дегенмен, үмітсіз шайтан деген ғой, оған дейін бір амалы табылар деп ойладым ауылға қайтып келе жатып. Гүлжамал совхоз орталығындағы ағайындарының үйінде жатып уколын салдырып жүрді. Күнде күнара кездесіп сөйлесіп қоямын, көңіл күйі жақсы. Кейінгі кездер менімен кездесуге асығатын сияқты. Бір күні келмей қалсам: кеше неге келмедіңіз? Мен сізді әбден күттім дейтін болды. Жұмыс қой, қол тимейді деп желеулетемін. Ол бала ұқсап біраз бұртиятты, артынша ашық жарқын сөйлеп көңілденеді. Әр кезде, әр жерде кездесуге тырысамыз. Ауылдық жерде әңгіме жатпайды, өсек гу етуі мүмкін. Нені өсек етуі мүмкін? Сөз салып қырындап жүрсем мақұл. Әшейін 5-10 минут сөйлесіп, жағдай білгенде тұрған не бар деймін тағы ойланып. Жатқан үйі мал дәріханасының жанында, дүкендер қатарына жақын. Гаражға да тиіп тұр. Бұл жерлерде мен шаруама байланысты күнде барам. Сонда да сақтық керек деймін ішімнен, жанымнан өткен адамдарға ұрлана көз тастап. Бір күні басым қатты ауырып жатып қалдым. Бұл өзі кейінгі 1-2 жылдан бері пайда болған дерт еді. Қазақи атауы сақина делінеді. Ғылыми тілде мигрен дейме, әйтеуір аты көп. 1-2 күн тыныш қимылдамай жатып терлесең қайтады. Бұдан совхоз басшыларында хабары бар. 2-3 күн жатқасын орталыққа келіп Гүлжамалға жолықтым. Реңіңіз пәс қой аға, деді ол мені көріп қуанып кетіп. Қалай, уколыңды алып жатырсың ба? Я, дәрісінде ішіп, тамызып та жатырмын. Әсері қалай? Бұрын анда-санда тырсылдап сыздаушы еді, кейінгі кезде ауырмайтын сияқты. Ем болсын айналайын, еш уайым жеме. Мен бүгін дәрігерге жолығып айтып қоямын. Уколыңды жексенбі күні де үзбей салдыр, мақұл ма? Мақұл аға, мақұл. Сізге үлкен рахмет, деді ол қуана күлімдеп. Күлген кезде реңі әдеміленіп кетеді. Орталықтағы емхананың бас дәрігеріне жолығып сөйлестім. Уколын үзіп қоймауын, тіпті қажет болып жатса емханаға жатқызып қоюын өтіндім. Қатты қадағалаңыз, көке, ауылына кетіп қалмасын. Кеткендей болса, скорыйыңызды жіберіп алдырыңыз. Мына бір отардан семіз бір қой шығартып қойған едім. Соны балаларыңызға сойып беріңіз, деп дайын накладной қағазын ұсынды. Ол қағазды алып төс қалтасына салып күлді. Әй, Данияр, сені бойдақ деп еді, ашық болып қалғаннан саумысың?
Кейінгі кездері көбірек сөйлесіп жүр деп естіттім сол қызбен. Не қылған ғашықтық көке, қызды аяймын, өзі жетім екен. Мен махаббат жөнінде есеңгіреп жүрген жігітпін, деп ол кісіге Гүлбар жөнінде айтып бердім. Я, өкінішті екен, деді ол тыңдап болып. Жай әншейін қалжыңдап отырмын, сен сияқты сымбатты жігіт бір көзі жарымжан қызды не қылады? Еш уайымдама, айтқандарыңды орындауға тырысамын, деп дәрігер кабинетінен шығарып салды. Шығарып салып тұрып: Данияр, есіңде болсын, махаббаттың емі басқа біреуге ғашық болу деген сөз бар. Осыны есіңде сақта, деп күлді. Жұрт бәрібір менен күдіктенеді екен-ау, дедім ойланып. Шынында да менің осы әрекетім басқа біреуге ғашық болу сияқты. Соны 2-3 күн көрмесем біртүрлі көңілім алаңдаулы болады да тұрады. Бірақ оған менің ешқандай бөгде ойым жоқ, тек адамгершілікпен жәрдем еткім келеді. Енді бұл не толқу? Адам баласының табиғаты қызық қой, деген ойлармен орталық кеңсенің табалдырығын аттадым. Бас мал дәрігер қарсы ұшыраса кетті. Данияр, жақсы келдің. Екеуміз рабочком күтіп отыр, жүр, деп әй-шайға қарамай бастай жөнелді. Не болды екен деп ойлап үлгермей рабочкомның алдынан бірақ шықтым. Сенің басың ауырып жүрген жоқ па еді осы? Деді рабочком сәлемдесіп отырғаннан кейін. Иә, ендеше бауырым, мына бір курортқа барасың. Путевкасының келгеніне 1 аптадан асып кетті, күйіп кететін болды. Біздің жоспарымызда қысып бара жатыр. Сен еш уайымдама. Мына бастығыңмен, директорыңмен кеше келісіп қойғанбыз. Дәрілеу жұмыстарының бәрін бітірген, еңбек демалысының кезегі келіп тұр. Мал сорттау бітті. Осы баланы жіберсек болады деп сені ұсынды. Өзі бас ауруларын емдейтін санаторий екен. Аты Россия деп аталады. Қай жерде екен деп сұрадым, мен не айтарымды білмей сасқалақтап. Одесса қаласында, Қара теңіз жағалауында, Украина, деп рабочком сұқ саусағын жоғары көтерді де артынша бас бармағын көрсетті. Мен үндемей қалдым. Бір тәуір жерге барып емделсем деп те жүргенмін, міне сәті келіп, сұрансаң жібермейтін басшылар өздері итермелеп отыр. Бірақ Гүлжамал не болады? Мен кетсем жетімсіреп қалмай ма ол байғұс? Несі бар? Мен бар жоғы 24 күнге барам. Оның уколының әлі 35 күн мерзімі бар. Үлгеретін шығармын деп ойланып қалдым. Ойланатын түгі жоқ. Қазір арызыңды жазда, директорға қол қойып тұр. Мен қарсы емеспін деп жазып берем. Кассада ақша бар, жалақыңды, отпуск ақшаңды, содан соң 10 шақты жігіт адамгершілік деп кеше ведомство түзіп жатқан. Одан шамада 1000 сомдай шығады. Бәрін алсаң 1,5 мың сом болып қалады. Беймарал барып келесің, деп мал дәрігер әңгіме бітті дегендей орнынан тұрды. Кеңседегі шаруаны тез бітіріп, тиісті құжат қағаздарды, ақшаны алып тысқа шықтым. Гүлжамал дүкен жаққа келе жатыр екен, тез барып жолығып, оған мән жайды түсіндіріп, 20 күн шамасында қайтатынымды, дәрігерге жолығып өзіне қарайлай жүруді дайындағанымды айтып, әйтеуір барынша сақ болуын өтініп қоштастым. Ол да менің емделіп келемін деген сөзімді жөн көріп, ренжімей көңілді шығарып салды. Қимай тұрғанын сездім, дегенмен сыр бермедім. Сонымен арада бір күн өтіп, 2-ші күні таңғы сағат 11-де Ташкенттен Одессаға Ил-18 ұшағымен ұшып шықтым. Кешкі сағат 8-де келіп қондық. 1 сағатта шипажайға жетіп орналастым. 3 жігіт бір бөлмеде жатырмыз. Қасымдағы екеуі Донецк қаласынан шахтерлар екен. Жылда осында демалып қайтатынға ұқсайды. Одесса өте көркем салынған керемет сұлу қала. Оны тек барып көру керек. Жаңағы 2 жігіт маған қай жерлерді аралау керектігін айтып, күнделікті бағдар беріп отырады. Өздері бөлмеден көп шыға бермейді. Ермектері бөтелкесі 90 тиын тұратын Түркияның шарабын ішеді. Күнде 2 сағат теңізге кішірек кемемен саяхат жасаймыз. Бұл маған жазып берген емнің бірі. Ванна, түрлі дәрі-дәрмектерді таңертең сағат 9-ға дейін қабылдап боламыз да, кешке дейін қала аралап қыдырамыз. Порттарға барамыз. Опера театрын тамашаладық. Дүние жүзі бойынша 2-ші орын алады екен. Катакомбаларда, оның ішіндегі соғыс кезінде немістерге берілмеген партизандар бекіністерін, партизандар музейін аралап көрдік. Басымның ауырғаны мүлде қойып жақсы болып қалдым. 3-ші қабатта тұрамыз. Барғанымызға 2 аптадан асып қалған болатын. Асханадан шығып 3-ші қабатқа көтеріле бергеніміз сол еді.
Алдымызда жасы 60-қа таяп қалған кісі кетіп бара жатты да, баспалдаққа аяғын қоя алмай шалқалай құлады. Екі шахтер мен үшеуміз әлгіні сүйемелдеп тұрғызсақ, еш түсі жоқ, ауыр тыныс алып жатыр. Шахтердің біреуі жүгіріп барып жоғарғы қабаттағы дәрігерлерді шақырып келді. Дәрігер тамырын ұстап, қан қысымын өлшетті де, қасындағы медбикеге дереу 2 қолынан 20 граммнан қан алуды бұйырды. Жүгіріп барып шприцтерді әкелген медбике әлгі кісінің тамырына еш түсе алмай-ақ қойды. Байқайын, инесінің ұшы қия жалпақ етіп үшкірленген. Инені жалпақ бетін көлденең салса, тамырдан тайып кете береді. Егер қырынан жылдам салса, дәл қан тамырға түседі. Өйткені қырынан салған иненің жалпақ ұшы пышақ сияқты тіке қырымен түскен соң, тамырды ары-бері жылжытпай кесіп өтіп тамырға дөп түседі. Бұл менің малдан қан алудан арттырған тәжірибем еді. Медбике келіншек терлеп кетті. Дәрігер ашуланып айқайлап жатыр. Медбике одан бетер сасып мүлде есі шықты. Бер әкеліңіз деп медбикенің қолындағы шприцті алдым да, қолды қысып байлайтын резинка ұстаңыз дедім оған. Сосын білектің ішкі бетін алақаныммен ысқылап жіберген едім, қан тамыры әдемі білінді. Спирттелген мақтамен сүртіп тазаладым да, иненің ұшын қырынан ұстап, тамырды көздеп тұрып тез ұрып жіберіп едім, қан бұрқ етіп шықты. Ақырындап сура тартып, шприцті толтырдым да, дәрігерге қарадым. Және бір шприц алыңыз деді ол, деп терең дем алып, маған ризашылықпен қарап. Инені жылжытпай ұстап тұрып, шприцті ажыратып алып, екіншісін жалғадым. Екінші білегінен де осылай етіп қан алдық. 15 минут шамасында. Кризис өтті, енді жайлап лазаретке алып жүріңіздер, деп тапсырды дәрігер. Сосын маған қарап, сіз дәрігерсіз бе деп сұрады. Жоқ, мал дәрігермін деді. Рахмет сізге. Былайша айтсақ, сіз бұл адамның аман қалуына себепші болдыңыз. Тағы 2-3 минут қан алмағанымызда жүрегі тоқтап қалуы, яғни жарылып кетуі мүмкін еді. Қан алуды жақсы үйренген екенсіз. 65 мың қойдан жылына 2 рет қан алу кімге де болса жақсы тәжірибе болар еді. 65 мың дейсіз бе? Иә, шаруашылықта бруцеллезден тазалағанбыз. Рахмет, дегенмен батылдығыңыз да бар сияқты, деп дәрігер ризашылығын білдірді. Түстен кейін біреу есік қақты. Қаладан жаңа келген бетіме есікті ашсам, бағанағы дәрігер қасында әдемі киінген, жас шамасы 30-дан асып қалған бір орыс жігіт тұр. Осы жігіт, деді дәрігер мен әлгі кісіге көрсетіп. Ал сәлем, деп амандасып, өзін Сергей деп таныстырды келген кісі. Ол бағанағы мен қан алған кісінің үлкен баласы екен. Әкесін үлкен емханаға жатқызып келіпті. Сізге рахметімді айтайын деп келдім. Мына кісі бар жағдайды айтты. Отбасымыздың атынан сізге үлкен рахмет, деді Сергей қолымды қысып. Әйелінің 2 баласын ертіп келген екен, жасап келген дастархандары бар. Мен қажеті жоқ, бұлайша ризамын десем, қояр да қоймай столға дастархан жасады. Шай іше отырып жақын таныстық. Сол Одесса қаласындағы Филатов атындағы көз аурулар емханасында бөлім меңгерушісі екен. Әйелі де, өзі де ақкөңіл, ашық мінезді кісілер екен, сөздерінен сезіліп тұр. Біздің корпустың дәрігері екеуі бірге оқыған достар болып шықты. Ертеңіне Сергей және келді. Үйден дәм татқызайық деп, әйелім екеуміз ойласып тамақ әзірлеп жатырмыз деп тұр. Ой, Сергей Иванович, ыңғайсыз болды ғой бұл өзі. Арзымайтын нәрсеге мені сонша құрметтегеніңіз артық сияқты. Сен, бауырым, олай деме. Шал өліп кетуі мүмкін сәтте ойланып тұрмай көмекке келгенің үшін бізден қандай құрмет болса да жарасымды емес пе? Айтпақшы, ол кісінің жағдайы қалай? Жақсы, рахмет, өзін жақсы сезініп жатыр. Қан қысымы біршама төмендеді, дегенмен әлі біраз жататын сияқты. Сергей өтінген соң мекен-жайын жазып алуға чемоданымнан қағаз іздестіріп жатып, баяғы Ташкенттегі Гүлжамалдың тексеруден өткен қағаздары шықты. Қай уақытта салғаным есімде жоқ, осы чемоданның астыңғы жағына салған екенмін. Қуанып кеттім. Құдай өзі ептеген шығар. Сергей көз аурулар бөлімінің меңгерушісімін деген жоқ па? Мүмкін операция жасауға бұлардың күші жетер деп ойлап, қағаздарды Сергейге көрсетіп, Гүлжамалдың жағдайын қысқаша айтып бердім. Ол қағаздарды мұқият қарап шықты да, мұндай операция жасауға толық мүмкіндік бар. Бұрын жасалмайтын еді. Шетелден құрал жабдықтар алып, біздің дәрігерлер бірінші рет жасаған болатын, осыдан 2 жыл бұрын. Қазір бұл күрделі деп есептелгенмен жасалып жүрген операция.
деді. Менің қуанғанымнан жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Операция сәтті шығады деп кепілдік бере аласыз ба? Кепілдік бере алам. 2 жылда 300-дей адамға жасалды. Барлығы да сәтті шықты. Бәрекелді, дедім мен, Сергейдің қолын 2 қолыммен қыса ұстап. Сергей Иванович, жәрдем берсеңіз, көкетайым, мен ол қызды алып келуге әрекет жасаймын. Не қаласаңыз да беруге дайынмын. Ештеңенің керек жоқ. Мына қағаздарды жоғалтпай алып кел. Облыстық клиникадан бағыттама қағаз ал. Тура сіздің емханаға ма? Я, мен толық адресін жазып берем. Келіп жайғасқан соң менімен хабарласасың ғой. Деп ол кісі мен берген қағазға емхананың мекен жайын жазды. Өзінің аты жөнін, үйінің, жұмысының телефонын толық көрсетті. Бұл қыз кімің еді деп сұрады сосын Сергей. Қалыңдығым деген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін білмей қалдым. Үйіне баруға қарсы болып, қызды ертіп келетінімді айтып, қалған 4-5 күнге қарамай дәрігерлермен келісіп, құжаттарыма қол қойдырып алдым да, сол күні кешкі сағат 6-да ұшаққа отырдым. Ауылға келе сала Гүлжамалды іздеп тауып алдым. Ол мені көріп арсалаңдай қуанып амандасты. Уколын салдырып жүр екен. Келіп қалдыңыз ба деп қуанып тұрды да кенет көңілсіз күйге түсіп томсырая қалды. Не болды? Неге көңілсізсің деп сұрадым одан. Одессадан әкелген әдемі орамалды беріп жатыр. Ой, рахмет, аға. Бұл өңірде мұндай орамал жоқ. Қыздардың бір көзін қыздырайын деп ол қайтадан көңілденді. Мен оған Сергей Ивановичпен танысқанымды, ол қағаздарды көріп операция жасаймыз дегенін айтып жатырмын. Ол қуанғаннан орнынан қарғып тұрып, мені мойнымнан құшақтап, бетімнен сүйіп алды. Кейін жылап жіберді. Қой жылама, өзім алып барам. Әп-сәтте алып тастаса 5-6 күнде жазылып қайтасың. Одан кейін жігіттерді шертіп жүріп тұрмысқа шығасың. Ол маған жалт қарады. Әттең көзілдіріктің ар жағынан көзінде не сыр бар екенін ұға алмадым. Оның неліктен көңілінде реніш барын, неге алаңдаулы екенін қайталап сұрадым. Үйде ұрыс жанжал көбейіңкіреді, деді ол біраз ойланып үнсіз тұрған соң. Сол баяғы апамыздың өлеңі. Шәкен ағам біресе көніп қалады апамның айтқанына, біресе жоқ, уколын бітірсін, содан соң көреміз дейді. Апамыздың ағасы 2 рет келіп кетті. Апаға тездетіңдер деген болу керек. Кейінгі келгеннен кейін апам мүлде ашуланшақ болып алды. Болмашы нәрсеге ашу шақырады. Батыл әрекетке баруға Шәкен ағамнан аяғын тартып жүрген тәрізді. Ол кісі үндемегенімен бір ашуланса басылуы қиын. Мінезі өте қатал адам. Маған онша қатты келмейді, аяйды ма білмеймін. Жоқ, менің әкемнің аруағын сыйлай ма, туған інісі ғой қанша дегенмен. Деп Гүлжамал мұңайып жыламсырады. Ренжіме, бүгін барып сөйлесіп мәселені шешеміз, дедім оны жұбатып. Түс қайта Гүлжамалды және Шәкеннің орталықтағы мектепте оқитын бір баласын мотоциклге мінгестіріп, қойлы ауылға келдік. Әңгімені естіп Шәкен аға қуанып кетті. Шырағым Данияр, келісіп келсең дұрыс болыпты, тәуекел деп көрсін қыз байғұс. Бірақ әйелі қуана қоймады. Әй, сорың құрғыр, қаражатты қайтесің, бір тиын ақшаң жоқ. Неменеге мәз бола қалдың? Әнеу күні де дәрі-дәрмек, жол ақы деп бірталай ақшаны құртып келдіңдер. Менің бұл қыздан басқа жұмысым жоқ па? Қыс болса келе жатыр алдымызда. Мына балалардың біреуінің жылы киімі жоқ. Ол не болады? Оны неге ойланбайсың? Енді Одесса дегенді таптыңдар, оған мына баланың айтуы бойынша біраз дүние керек көрінеді. Қайдан аласың? 20 шақты қой мен 2-3 сиырды сатып, аузымызды желге ашамыз ба? Деп жеңге қараспанды төндірді. Жалғасы бар.